Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы секунд. Бүгінгі сабақта уақыттың өлшем бірлігі секундты қолданасыңдар. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар. Сағаттардағы уақытты атаңдар. Балалар, сағатқа назар аударыңдар. Бірінші сағатта 7 сағат 45 минут 5 секунд бейнеленген. Екінші сағаттың уақытын атайық. 10 сағат 15 минут 30 секунд. Келесі сағатта 12 сағат 15 минут 30 секунд. Және соңғы сағатта 8 сағат 55 минут 30 секунд бейнеленген. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектеңдер. Балалар, 70 минутты сағатпен және минутпен өрнектеу қажет. Балалар, бір сағатта қанша минут бар? Дұрыс айтасыңдар, бір сағатта 60 минут бар. Демек, 70 минут ол бізде бір сағат 10 минут. Келесі өрнектеу 9 минутты секундке өрнектеу қажет. Балалар, 1 минутта қанша секунд бар? Жарайсыңдар, 1 минутта 60 секунд бар екені белгілі. Ал 9 минутта қанша секунд бар? Дұрыс айтасыңдар, бұл сұраққа жауап беру үшін 9-ды 60-қа көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 540-қа тең. Демек, 9 минут 540 секундқа тең. Келесі өрнектеуде 85 секундты минутпен және секундпен өрнектеу қажет. 1 минутта 60 секунд бар екені белгілі. Демек, 85 секунд 1 минут және 25 секундқа тең. Жарайсыңдар. Балалар, 1 сағат 30 минут қанша минутқа тең? Иә, 1 сағатта 60 минут бар. Және оған тағы да 30 минутты қосамыз. Сонда қосындының мәні 90-ға тең. Демек, 1 сағат 30 минут 90 минутқа тең. Және соңғы өрнектеуде 67 секундты минутпен және секундпен өрнектеу қажет. 67 секунд ол бізде 1 минут және 7 секундқа тең. Балалар, сендер де өрнектеулерді дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшеміз. Наурыз мерекесіне арналған қойылым сағат 18:00-де басталады. Жолға 40 минут уақыт кетеді. Қойылым басталғанға дейін 15 минут ерте келу үшін үйден нешеде шығу керек? Алдымен есептің шартын жазайық. Басталады 18:00. Жолға 40 минут уақыт кетеді. Ерте келу керек 15 минут бұрын. Нешеде шығу керек? Енді есептің шешуін жазайық. Алдымен 40 минутқа 15 минутты қосамыз. Қосындының мәні 55 минутқа тең. Енді 18 сағат 00 минуттан 55 минутты азайтамыз. Балалар, айырманың мәні нешеге тең болады? Дұрыс айтасыңдар. Айырманың мәні 17 сағат 5 минутқа тең. Демек, бұл есептің жауабы үйден 17:05-те шығу керек. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Салыстырыңдар. Балалар, 2 тәулік пен 42 сағатты салыстыру қажет. Алдымен тәулікті сағатқа өрнектейік. Балалар, 1 тәулікте қанша сағат бар? Дұрыс айтасыңдар, 1 тәулікте 24 сағат бар. Ал 2 тәулікте қанша сағат бар? Әрине, 2 тәулікте 48 сағат бар. Демек, 48 сағат пен 42 сағатты салыстырамыз. 48 сағат артық. Демек, 2 тәулік 42 сағаттан артық.
Келесі өрнектеуде 450 секунд пен 4 минутты салыстыру қажет. 1 минутта 60 секунд бар екені белгілі. Ал 4 минутта қанша секунд бар? 4 минутта 240 секунд бар. Демек, 450 секунд артық 240 секундтан. Соңғы салыстыруда 2 минут 10 секунд пен 110 секундты салыстыру қажет. 2 минут 10 секундта 130 секунд бар екені белгілі. Демек, 130 секунд 110 секундтан артық. Олай болса, 2 минут 10 секунд 110 секундтан артық. Жарайсыңдар. Келесі салыстыруларға назар аударыңдар. 200 секунд пен 2 минут 50 секундты салыстыру қажет. Балалар, алдымен 2 минут 50 секундты секундпен өрнектейік. 1 минутта 60 секунд бар. Ал 2 минутта 120 секунд бар. 120 секундқа тағы да 50 секундты қосу қажет. Сонда қосындының мәні 170 секундқа тең болады. Демек, 200 секунд 170 секундтан артық. Сондықтан 200 секунд 2 минут 50 секундтан артық болады. 3 сағат 5 минут пен 190 минутты салыстырайық. 3 сағатта 180 минут бар. 180 минутқа тағы да 5 минутты қосамыз. Қосындының мәні 185 минут болады. Демек, 185 минут кем 190 минуттан. Олай болса, 3 сағат 5 минут кем 190 минуттан. Соңғы салыстыруда 5 минут пен 5 минут 2 секундты салыстыру қажет. Балалар, бұл жерде бірден салыстыруға болады. 5 минуттан 5 минут 2 секунд артық болады. Демек, 5 минут кем 5 минут 2 секундтан. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Қанша уақыт өтті, минут және секундпен өрнектеңдер. Балалар, алғашқы уақыт 19 сағат 30 минут 36 секунд. Ал соңғы уақыт 19 сағат 31 минут 1 секунд. Қанша уақыт өткенін анықтау қажет. Ол үшін қандай амал қолданамыз? Қанша уақыт өткенін анықтау үшін 19 сағат 31 минут 1 секундтан 19 сағат 30 минут 36 секундты азайту қажет. Балалар, секундтарға назар аударыңдаршы. 1 секундтан 36 секундты азайтуға бола ма? Әрине болмайды. Сондықтан 31 минуттың 1 минутын секундпен өрнектейміз. 1 минут ол бізде 60 секунд. Ал 60 секундқа 1 секундты қосамыз. Сонда қосындының мәні 61 секунд болады. Демек, 19 сағат 30 минут 61 секундтан 19 сағат 30 минут 36 секундты азайтамыз. Бұл жағдайда азайтуға болады. Демек, азайту амалын орындайық. Олай болса, айырманың мәні 25 секундқа тең. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Алғашқы уақыт 8 сағат 10 минут 27 секунд. Ал соңғы уақыт 8 сағат 14 минут 54 секунд. Демек, 8 сағат 14 минут 54 секундтан 8 сағат 10 минут 27 секундты азайтамыз. Айырманың мәні 4 минут 27 секундқа тең. Енді 4 минут 27 секундты секундпен өрнектейік. 1 минутта 60 секунд бар, ал 4 минутта 240 секунд бар. Демек, 240-қа тағы да 27-ні қосамыз. Қосындының мәні 267-ге тең.
Демек, 4 минут 27 секунд 267 секундқа тең. Жарайсыңдар. Балалар, сендер де тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сонымен, бүгінгі сабақта уақыт өлшем бірлігі секундты қолдандыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.